Бұрын толықтай бір түсті жалауы болған топ 6 ел. Ең белгілі мысалдардан бастап, сіз бұрын білмеуіңіз мүмкін жағдайларға қарай жүрейік. Сонымен 6-шы орын Ливия, толығымен жасыл жалау. Ол дәл осындай күйде 34 жыл, яғни 1977 жылдан 2011 жылға дейін Каддафидің билігі кезінде қолданылды. Қазір Ливияның туы мүлде басқа түрге ауысқан. 5-ші орын Франция, толығымен ақ жалау. Мұндай ту Францияда 19 ғасырда монархияны қалпына келтіру кезеңінде қолданылған. Мысалы, ғимарат үстінде сол жалау бейнеленген гравюралар сақталған. Дегенмен сол уақытта ортасында корольдік елтаңбасы бар штандартта жиі пайдаланылған. 4-ші орын Бахрейн, Катар және Оман, толығымен қызыл жалау. 19 ғасырда бұл елдер дәл осындай туды қолданған. Айтпақшы, сол кезде Оман тіпті Африкада өз отарлары болған империя еді. Бүгінде Бахрейн мен Катардың тулары тісті өрнекті ерекше пішінге ауысты. Ал Оманның туы қазірде мүлде басқа кейіпке енген. 3-ші орын Ауғанстан, толығымен қара жалау. Ол алғашында көне дәуірде Аббас халифатының кезінде қолданылған. Кейін 18-19 ғасырларда, мысалы, қандаған князьдігі мен Ұлыбританияға тәуелді ауған әмірлігінде де пайдаланылды. 2-ші орын Бруней, толығымен сары жалау. Дәл осындай жалау отарлау кезеңіне дейінгі Брунейде болған. Айта кету керек, ол кезде Бруней бүкіл Калимантан аралын қамтыған империя еді. Бүгінгі Бруней туының негізі де бекерге сары түске сүйенбейді. Айтпақшы, мен есім Нұрмұхан, әлемнің қызықты деректерін білу үшін маған жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Үндістан. Қазіргі таңда оның туы осылай көрінеді. Жоғарғы жағындағы қызғылт сары жолақты байқадыңыз ба? 17-19 ғасырларда Үндістан әлі Маратха империясы болған кезде, ол толығымен қызғылт сары түсті жалауды қолданған.